Өмір психологиясы каналыма қош келдіңіз. Жалғыз өмір сүру, орындалмаған уәделер мен жалған махаббат арасында өмір сүруден әлдеқайда жақсы. Жалғыздық жақындарды жоғалтқан кезде емес, жалғыздық жақындарың бөтен болып кеткен кезде. Жалғыздық сені тастап кеткен кезде ма? Жалғыздық сені мәйітханадан алып кететін ешкімнің жоқтығы. Басқасы әшейін уақытша қиындықтар. Ұзақ уақытқа созылған жалғыздық тек еркіндікке деген сүйіспеншілікті, өзін-өзі қамтамасыз етуді және күшті мінезді ғана емес, сонымен бірге адамдарға деген немқұрайлықты және байсалдылықты тудырады. Күшті адамдар ғана жалғыздыққа төтеп бере алады. Сатқындықтың құнын білетіндер, бір емес бірнеше рет өз арқасынан пышақ суырғандар, жан дүниесі тыртықпен жабылғандар. Олар жалғыздықты таңдады. Қайта-қайта шыдаудан шаршады. Жалғыздық сізді жаныңыз қаламай тұрған адамның құшағына itергеніне жол бермеңіз. Ерте ме, кеш пе, бұл құшақтар сізді тұншықтырып тастайды. Үйге келесіз, кофе қайнатасыз, орындыққа отырасыз, айналатып тыныш. Бұл жалғыздық па, бостандық па? Әрқайсымыз өзіміз таңдаймыз. Өзіңді керемет көңілсіз, жалғыз сезінетін кездер болады. Қоңырау шалатын біреу де бар сияқты көрінеді. Бірақ ешкім сені ойламайтынын түсінесің. Жалғыздық деген жан дүниеңде күшті, нөсер жаңбыр құйып тұрғаны. Ал бірақ қол шатыры ашып беретін ешкім жоқ. Жалғыздық өзіңмен ауырып, өзіңнен шаршап, өз-өзіңді жалықтырып, басқа бір жерге кетіп қалып, басқа біреуге тығылғың келетін күй. Көбіміз еркіндікке ұмтыламыз. Оның бағасы жалғыздық екенін ұмытып кетеміз. Өз-өзің бол. Жалғыз болуды үйрен. Есіңізде болсын. Жалғыз болуды білетін адам ешқашан жалғыздықтан зардап шекпейді. Барлық сынақтар адамның мүмкіндігіне қарай беріледі. Ең мықтылар жалғыз қалады. Біз ештеңені тегін алмаймыз. Күлкі үшін біз көз жасымызбен төлейміз. Қуаныш үшін қайғымен. Тәттілік үшін ашымен. Сенім үшін үмітсіздікпен. Махаббат үшін жалғыздықпен. Өмірдің бәріне өз бағасы бар. Интернет ол адамдарды жақындатпайды. Бұл жалғыздықтың шоғыры. Біз бірге сияқтымыз. Бірақ әрқайсымыз жалғызбыз. Қарым-қатынас елесі, достық елесі, өмір елесі. Мен жалғыз оқшауланғанды ұнататын және бағалайтын адамдар қатарынанмын. Жалғыз болғанды жақсы көремін. Немесе дұрысырағы, жалғыз болу маған мүлдем қиын емес. Қазақша каналды қолдап тіркеліп кетіңіз. Рахмет.